Саяхатқа басылаған ілім рубрикасында біз бүгін Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының рус тілі һәм әдебиеті кафедрасының басылығы Айгүл Қожаниязова менен сәубетлесеміз. Айгүл Айтмұратовна бүгінгі күнде еліміздегі жоғары оқу орынлары, сол сырт елдердегі топ мыңлыққа кірген белгілі жоғары оқу орынлары менен бірге істесіп жатыр. Бұл бағдарда Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты қала берсе, сол сіз қызмет етіп жатырған рус тілі һәм әдебиеті кафедрасында қандай жұмыслар алып барылып жатыр? Көп қана жоғары оқу орындарменен һәм мыңлыққа кіретін жақсы жоғары оқу орынлары, мыңлығына кіретін жоғары оқу орындарменен һәмесіменен меморандумлар түзіліп, жақсы жұмыслар алып барылып атыр. Чаншанский атындағы Липецк педагогикалық университеті менен неше жыллардан бері біздер жұмыс алып барамыз. Har жылы біргелікте халықаралық конференциялар өткіземіз. Оған әлбетте һәм студентлер, һәм магистрантлар, докторантлар, профессор оқытушыларымыз қатынасады өздерінің іліми мақалалары менен. Һәм де со жоғары оқу орны менен екі проект біздер алып бардық. Бұл сол жойбарлардың қатынасушысы болдық. Бірақ ол жақтан студентлер, профессор оқытушылары келіп, сол проекттің тикарғы жұмысы осы біздердің институтымызда алып барылды. Казанда жылда болып өтетұғын лингвистикалық форум бар. Сол лингвистикалық форумда біздердің профессор оқытушылар өздерінің іліми мақалалары менен, бір зерттеулермен қатынасып тұрады. Одан кейін профессор оқытушыларымыз Астанадағы Гумилев атындағы Евразия Милли университетінің көплеген конференцияларына қатынасады. Сіз өзіңіз ілім жолында ямаса қандай да бір конференцияларға қатынасу мақсатында қайсы сырт мемлекетлерде сапарда болдыңыз? Мен өзім Казань федерал университетінде лингвистикалық саммитте, ол саммитте бүткіл дүния жүзі қатынасады. Соған барып қатынасып келдім. Өзімнің іліми мақаламменен һәм өзіме бір іліми жолда, мына институтты рауажландыру жолында бір жақсы затлар үйреніп келдім деп ойлаймын. Кафедрамыздың жойбары бар. Бұл Erasmus Plus фондының қаржыландыру арқасында профессор оқытушылар һәм студентлер бір-бірімен алмасып барып келіп тұрады. Со жойбардың қатынасушысы болды біздің кафедра. Мен өзім тәжірибе арттырып келдім. Бұл топ мыңлыққа кіретұғын жоғары оқу орындарының бірінші қатарларында тұрады. Дрезден техника университеті. Бұл жаққа барып, көп затларды көріп, тәжірибемді арттырып, сабақларында болып, мұғалімдердің, студенттермен сөйлесіп, әйтеуір бір жақсы келешекте біздердің мына еліміздің ілімін рауажландыруға, оқу тарбиялық жұмысларын рауажландыруға бір тәсірі тиетін затларды үйреніп келдім деп ойлаймын. Абай атындағы Қазақ Милли педагогика университетінде, сол университеттің рус тілі һәм әдебиеті кафедрасы мұраты менен соңғы 3-4 жылда барып, сояқта жылда сабақ өтіп келемен. Әл-Фараби атындағы Қазақстан Милли университетінде 2024 жылы қанигелік жетілістіру курсында оқып, тәжірибемді арттырып келдім. Айгүл Айтмұратовна, енді бір қата сол дүнияға белгілі жоғары оқу орындарында сырт елдердегі болған екенсіз. Ол жерлерде студенттерге білім берудегі өзгешеліктер қандай екен? Ол жақтың оқу процесі анағұрлым алдыға қарай кеткен. Енді оныңмен мен айта жақпан, біздердің жоғары оқу орындарымыз соған тез арада жетілседі деп ойлаймын. Ояқта оқу процесс кредит модуль бойынша, кредит модульдің тикарғы мақсаты бұл
студентлер өз бетінше көп іслеу керек. Өз бетінше һәм ол белгілі болып тұрады. Сол жақтың жоғары оқу орындарының сабақларына кіргенде студентлер өздері көп жұмыс алып барады. Оларға мұғалім тек жол көрсетуші сипатында сабақ таусылғаннан кейін аз-маз консультация өтеді. Ендігі болатын сабаққа өздерінің тапсырмаларын береді. Оқу сабақ басылмайын деп отырған кезінде аз-маз консультация бір 5 минутқа өтіп, өзінің жөнелістерін үйретеді. Һәм студентлер өздері сабақ өте береді. Оны мұғалім кейінгі парталарда отырып, қадағалап отырады. Құдай қаласа біздердің студенттеріміз сондай дәрежеге жетеді. Соңғы жыллары еліміздегі жоғары оқу орынлары сырт елдердегі жоғары оқу орынларымен тығыз бірге істесіп жатыр. Сол профессор, оқытушылар, студентлер білімін жетілдіріп келіп жатыр. Бұл өз кезегінде өз нәтижесін беріп жатыр ма? Әлбетте, біздің НУКС мемлекеттік педагогика институтында көп қана профессор, оқытушылар өздерінің білімін жетілдіру, қанигерлігін асыру үшін топ мыңлыққа кіретұғын жоғары оқу орындарына барып, оқып келіп жатырыпты. Жылына алжаспасам 3-4 рет топарлар топланып, қанигерлігін жетілдіруге оқуға кетеді. Хәмде студентлердің арасынан көп студентлер проектлар бойынша іліми конференциялар, семинарлар, форумларға қатынасады. Халықаралық олимпиадаларға қатынасып ұтып отырған студентлер бар. Мінеки біздердің бөлімімізде, рус тілі һәм әдебиеті бөлімінде. Айта жақпан, бір орында тұрған жоқ институт. Құдай қаласа, мінеки көп жұмыслар алып барылып жатырыпты. Көп қана кафедраларда жойбарлар бар, істеп жатырыпты кафедралар. Мәселен айтатын болсақ, бұл дефектология, логопедия кафедрасы, қазақ тілі әдебиеті кафедрасында көп қана жұмыслар алып барылып жатырыпты. Бүгінгі күнде кафедраңыз тарапынан алып барылып жатырған жұмыстар хақында да сөйлесек. Кафедрамызда фонд «Русский мирдің» проекті бар. Сол проект 2 жылдан бері біздер алып барып жатырмыз іслеп. Бұл проектте студентлер, магистрантлар, мектептің оқушылары һәм кафедрамыздың профессор оқытушылары қатынасады. Бұл «Русский мир» деген фонды оны қаржыландырып қойыпты. Ол проектіміздің мақсаты рус тілін рауажландыру. Бірақ рус тілін рауажландыру ұлы отандарлық ұрыста болған жазушылардың, шайырлардың, солардың көзқарасымен, солардың жазған шығармалары, жазған қосықлары мысалында біздер рус тілін рауажландырамыз. Һәм соны қаралпақ тілдегі шайыр менен жазушылардың анализін өткіземіз. Біздердің қаралпақ шайырларымыз, жазушыларымыз ұлы отандарлық ұрысқа арнаған көп шығармалары бар. Сол бойынша анализ қылып, Құдай қаласа, осы мінеки майда жойбарымызды тамамлаймыз. Кейінгі эпизодларымыз Құдай қаласа телевидениеге шығарамыз. Енді ілми жұмысыңыз бойынша да қысқаша айтып өтсеңіз. Өзімнің ілми жұмысым, кандидатлық диссертациям менің мектептегі оқушылардың рус тілі пәні бойынша тест арқылы білім дәрежесін өлшеу һәм белгілеуге арналған еді. Енді мінеки бірнеше жылдардан бері өзімнің докторлық диссертациям бойынша жұмыс алып барып жатырмын. Бұл мен ойлаймын бір үлкен көлемде, бұл һәм тілге, тіл үйрену методикасы һәм әдебиет үйрену методикасына бұл арналған.
айтатын болсақ, филолог болып біткеріп шығатын студентлердің оқу процесіндегі тілге һәм әдебиеттің методикасына бір өзінің жаңаландыруын кіртеді деп ойлаймын өзімнің докторлық іліми жұмысымның нәтижелері. Һәм қала берсе, сол іліми жұмысым бойынша бірнеше оқулық, оқу қолданбалар шығардым. Бұл жоғары оқу орны ілім һәм инновация министрлігі арқасынан тарапынан тастиқланған бұл оқулық һәм оқу қолданбалар. Һәм де сонымен ойлаймын, бұл іліми жұмысымның процесін, нәтижелерін ертең бір келешекте болашақ іслейтұғын жойбарларымда да қолданамын. Бұнан тысқары атамның, яғни Сапар Қожаниязовтың шығармаларын кең ен жайдыру мақсатында кішкене роликлар түсіріп, оны социал тармақларға қойып, һәм оның шығармаларының бір тек арғы мәселелерін сол іліми жұмысымда да сәулелендіріп алып бармақтамын. Айгүл Айтмұратовна, сізге мазмұнлы сәубет үшін өз minnettarçılığımızды білдіреміз. Алдағы жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Әзіздер, көрсетуіміз давам етеді.